отыра қойыңыз. Айжан, біріншен рахмет бүгінгі хабарымызға келіп, өзіңіздің ойыңызды ашық айтам дегеніңізге және де сенім артып келгеніңізге рахмет. 2 балаңыз бар қазір, е? Еңсеңіз көтеріп отырыңыз? Иә, ешқандай. 14 жасыңызда болды ма бұл оқиға сонда? Иә. Қалай болды? Өзіміз үйде бір ұл бір қызы болатынбыз. Бір әке бір шешеден? Иә. Анам повар болып жұмыс істейтін. Қай жерде тұрасыздар? Сарыағаш облысында тұрдық. Содан Сарыағашта? Өз-өзімді өткен өмірімді қайттан еске алып отырғасын. Кішкенен неғып тұрмын, ыңғайсызданып. Жоқ, боларыз, болды. 2 балаңыз бар, Құдайға шүкір, бәрі жақсы ғой. Қазір енді бұл жерде сіздің өміріңіз басқаға сабақ болады. Яғни сіз 14-13 жасында қыздар қандай қателікті жібермеу керек, немесе не істеу керек, кімге бірінші айту керек деген сияқты. Әкем водитель болып істеді, КамАЗист болып. Содан анам жұмыста болады таңертеңнен кешке дейін. Мен анама көмектесемін. Анаңыз қайда істеді? Анам повар болып істеді. Иә, повар. Мектепте ме? Мектепте. Әйтеуір повар мамандығы. Содан анама үй тіршілігіне көмектесем. Солай-солай уақыт өтті. Содан күндердің бір күнінде ағам шақырып алды мені. Жасы нешеде? 14-те едім. 8-ші класс па? Ағам менен 3 жас үлкен. 17-де болды. Содан ағам, мамам келді, үйге тамақ істеу керек, сені шақырып жатыр деп ойнап жатқан жерінен шақырып алды. Содан басталды. Мен қашуға да үлгере алмай қалдым. Сол сөйтіп, солай басталып кетті. Бір рет болды ма бұл? Қайталанды ма? Бірнеше рет қайталана берді. Бірнеше рет. Сіз айтқан жоқса? Айтқан жоқпын анама, себебі анам мен әкем ағамды ерекше жақсы көретін. Айтуға қорқытты ма, әлде қорқытты ма? Қорқытты, одан өзім айтуға да қорқытым. Содан терең тыныс алыңыз. Ағаңыз бар ма қазір? Бар, 3 баласы. Араласасыз ба? Жоқ, алыстан, ата-анам үшін ғана. Сол күйе білген жоқ, ешкім білмейді. Жарайды, тұрмысқа шықтыңыз ба содан кейін? Аллаға шүкір 3 балам бар. 2 балам бар. Біреу угроза болды, 3-шім. Қазір 2 қызым бар, Құдайға шүкір. Жолдасыма өзім кеш шықтым, 30 жасымда шықтым. Жыламаңыз. Сонда бұл оқиғаны анаңыз да білмейді? Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Сол күйі білмейді. Ағам біледі, мен ғана білем болды. Әлгі күнге дейін солай. Ағаңызды жек көріп кеткен жоқсыз ба? Жек көріп кеттім. Мен соншалықты ер адамға қарауға қорқыныш болды менде. Содан оқуға түстім, Астанаға келдім. Сөйтіп жүргенімде 30-ға келіп тұрмысқа шықтым ғой. Содан психологтарға бардым, жеке. Сөйтіп сол кісілермен ақылдасып, солай миымдегіні кішкене жойдым. Себебі ер адамға қарауға өте мен үшін ауыр болды. Қарауға қорқатынмын. Оның үстін әлге дейін қазір 2 қызымды даже үйге қайныларым, елде қайнағаларым келсе мен 2 қызымды тастауға да қорқам. Тастай алмаймын. Қыздарыма әлге дейін айтып отырам. Біреу шақырса барма. Біреудің сөзіне ерме. 7-де, 4-де. Үлкен 7 жасар қызыма айтып отырам. Біреу шақырса барма. Алдағанға сенбе. Біреу конфет берем деп шақырса, мына жерді барып келейікші деп мүлдем барма деп айтам. Өзім үйретіп отырам қазір. Қараңызшы, өзіңіз қазір біздің басым көпшілік балаға кішкентайынан ол туралы айтуға болмайды деген пікірде. Өзіңіздің 7 жасар қызыңыз бар. Қызыңыз 7 жасынан кейін егер сіз дұрыс мәлімет бермесеңіз, біздің сексолог айтқандай, онда ол көшеден барлық шындықты біліп алады. Қызыңызға қалай бала пайда болатынын, және бала қалай дүниеге келетінін айтасыз ба? Бұл туралы айтқан жоқпын әлі. Айтқан жоқсыз. Айтуға дайын емессіз бе, әлде өзіңіз ыңғайсыз деп санағандықтан ба, әлі кішкентай деп ойлайсыз ба?
білмеймін бұл туралы. Айжан, сізге анаңыздың тарапынан солай нәрсе айтылған кезде бұл қателік мүлде орын алмауы мүмкін бе еді? Ағаңызға сезіктеніп қарап, жақындамауыңыз да мүмкін еді? Жоқ, Айтылды ма? анам мұндай туралы айтып жүрді, бірақ Неше жасыңызда? сол оқып жүрген кезімде, сол 8-ші класс, 7-ші классында байқаңдар деп, қыз бала болғасын абайлап жүр деп айтып сөйтетін, бірақ ағамнан күткен жоқпын мұндайды. Туған ағаңыз ба? Иә. Мен мысалы өте көп хаттар келеді ғой, ол жерде енді туған емес, бір туысқан көп жағдайда, немесе бір өгей әке, болмаса бір ауылдың бұзылған баласы деген сияқты, сондай бір зорлық зомбылықты солар тарапынан көп оқитын едік. Енді туған бауырдың онда іс-әрекет жасауына білмеймін, не итермелейтінін мен түсіне алмаймын. Ол бір киноларды көріп алды ма, неше түрлі сайттарды көріп алды ма? Қандай жауап бар? Мүмкін әкеден тәрбие көрмеген шығар ол. Әкем 15 күн үйде, 15 күн сменде жүретін.